Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз 24 сабақ жиһаздар мен бөлмелер атауын үйренеміз. Бұнда біз үйдегі бөлмелер мен негізгі жиһаз атауларын қытайша қалай айтылады, соны үйренеміз. Сөйлемдерде дұрыс қолдануды меңгереміз. Алдымен үйдегі бөлмелердің атауларын көрейік. Фаңжен мingcheng бөлме атауы. Үй дегенді фаңзы дейміз. Фаңзы. Бөлме дегенді фаңжен. Бөлме дегенді фаңжен. Қонақ бөлме дегенді кэтинг. Кэтинг дейміз. Жатын бөлмені ошы. Ошы. Ас үйді чуфаң. Чуфаң. Жуынатын бөлмені сишоужен. Болмаса вэйшэнgjен деп атаймыз. Ал осы сөздерді маған ілесіп оқыңыздар. Фаңзы, фаңзы, фаңжен, фаңжен, кэтинг, кэтинг, 卧室，卧室，厨房，厨房，洗手间，洗手间，卫生间，卫生间。Ал жиһаздың атауларын үйренеміз. Үстел дегенді жоғызы. Мынаған қараңыздар, цы дегенде жеңіл дыбыс, тон жоқ төбесінде. Жоғызы, жоғызы, орындық иізі, төсек, чуаң, диван, шафа. Ілесіп оқыңыздар. Жоғызы, жоғызы, иізі, иізі, чуаң, чуаң, шафа, шафа. Шкаф дегенді игүй деп айтады. Тоңазытқыш, биншаң, айна, чинзы. Үйренеміз. Игүй, игүй, биншаң, биншаң, чинзы, чинзы. Ал сөйлем үлгілері. Бұнда алдымен орынды айтамыз, онан кейін мынау еу деген барды айтамыз, онан кейін заттың атын айтамыз. Мысал келтірейік. Біз қонақ бөлмеде диван бар деп айтпақшы болсақ, онда біз кэтинг ли еу шафа дейміз. Кэтинг ли еу шафа. Мынау ли деген іші деген сөз. Қонақ бөлменің ішінде диван бар. Біз аударғанда қонақ бөлмеде диван бар дей саламыз. Кэтинг ли еу шафа. Кэтинг ли еу шафа. Кэтинг ли еу шафа. Ал жатын бөлмеде төсек пен шкаф бар. 卧室里有床和衣柜。卧室里有床和衣柜。卧室里有床和衣柜。Ал ас үйде тоңазытқыш бар. 厨房里有冰箱。厨房里有冰箱。厨房里有冰箱。Мына жаттығу практикаларды істеп көріңіздер. Жатын бөлмеде айна бар, қалай айтылады? Қонақ бөлмеде үстел бар, қалай айтылады? Ас үйде орындық бар. Осылардың қытайша айтылуын үйреніп алыңыздар. Ал тапсырмалар сол бүгін үйренген жеке сөздерді жаттап алыңыздар, сөйлем үлгілерін жаттап алыңыздар.
сау болыңыздар.